халықтың ақшасына қиянат ету, халыққа тиесілі болған ақшаға қиянат ету, бұл ақыретте азап. Дүниеде бақытсыздық және қасірет екеуі ғана. Ақыретте азап, дүниеде бақытсыздық пен қасірет. Халықтың ақшасын жеу. Қорқынышты нәрселермен әзіл қылатын болдық. Жоғарыдан бөлінеді. Бара-бара азаядан ол бөлінген нәрсе. Ең соңында халыққа бір болмағыр келеді. Әрине ол жетпейді ол халыққа. Бөлінгенін бәрін жеткізіп бер. Жетеді сонда. Сенің қандай ақың бар сенің? Оны ортадан қысып қалып өзіңе жеп қалуға қандай ақың бар? Бізде қазір тендермен айналысамыз дейтіндер бар. 100 000 бөлінсе ана жақта. Ол ешкім емес ол. Сол жерде әшейін беру керек болған адам. Соның өзін істейді, бір қысымын қысып қалады ана жерде. Біліп қой. Сен бұл дүниеде бақытты болмайсың. Қасірет басыңнан айырылмайды. Ақыретіңді әлі көресің. Құдай беріп қалды деп ойлайтын шығарсың. Құдай сынап қалды сені, біл. Алла береді, қосымша сынағы бар оның. Бұхариде өтеді. Кейбір адамдар Алланың мүлігіне қиянат етеді дейді. Яғни, мемлекеттің қазынасы бұл Алланың мүлігі болады. Халыққа жету керек па? Жету керек дәл солай. Қоғамның ақшасын жегендер, қиянат қылғандар қоғамның ақшасына. Олар қияметте тозаққа түседі дейді Бұхариде. Бұған дейін білместікмен істеген болса, әлі жаның кеудеңде мүмкіншілігің бар әлі. Тәубе ету керек, есті жинау керек. Қоғам осындай екен деп, сол сияқты жүріп кету бұл мұсылманға жараспайды. Сенгенімізге, біз мұсылман баласымыз, сенгенімізге қарай өмір сүрейік. Қоғамда жүріп істеп атса, тура солай істеуіміз керек пе біз сонда? Кейбіреулер, мен пәленшені танимын, ол намазхан дейді, сол да істеп атыр ғой солай дейді. Қара, сізді мысалға келтіреді адамдар. Мұқият болмасаңыз.